Баршаңызға сәлем достар. Бүгін көптен күткен бала кездегі қытырлақ вафлидің рецептісімен бөліспекшімін. Өте дәмді қытырлақ болып шығады. Өте ерекше. Балалық сәтке біраз уақытқа оралдым десем де болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де бүгін мен жаңадан алған Тиффани вафельницасына обзор жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне 100 грамм қант саламыз. Егер сүтті болғанын қаласаңыздар вафлиларыңыздың, онда 200 грамм қант салсаңыздар болады. Осылай көпіршігенше жақсылап миксерлейміз. Және де 200 грамм сары майымызды ерітіп аламыз. Және ол ыстық болмауы керек. Ыстық болса жұмыртқаларыңыз пісіп кетеді. Аздап салқындағаннан кейін құясыздар. 200 грамм ұнымызды 2 бөліп електен өткізетін боламыз. Бірден барлығын салып жесеңіздер ботқа болып кетеді. Сол себептен 2-ге бөлгендеріңіз жөн. Екінші бөлек ұнымызды міне қосып жатырмыз. Бір келкіленгенше видеода көріп тұрғандарыңызда етіп жақсылап араластырамыз осылай. Міне менің вафлидің тестасы бір келкіленді, өте жақсы қамыр пайда болды. Ендігі вафлиді пісіруді бастаймыз. Мендегі міне Тиффани вафельницасы алғаш рет қолданайын деп тұрмын. Бұны бізге сыйлыққа алып келген болатын. Шынайы обзор, шынайы отзыв айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Өте ыңғайлы, компактный екен. Аштым, қыздырдым, сүртіп алдым және де бір қабат майлап алдым. Вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Мен вафельницам қызды. Осылай дайын қамырды салып пісіретін боламыз. 2-3 минут шамасында ұстайтын боламыз. 2-3 минут шамасында неге осындай болып пісті. Пышақтың көмегімен оны алып, арнайы рожок орайтын конус тәрізді фигурасы бар екен, бірақ мен онымен қолдана алмадым. Өзім балалық кезде стаканға салатындай, стаканға салып вафлиімді қатырдым. Және де тағы да тесттан біткенше қайтара пісіріп отырдым. Вафельницаның қорабының ішінде болған ұзын вафлидің ұзын түрін жасап көрсетемін. Оны жай ғана алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп орайсыздар. Ол қатқанша, яғни солай тұрады. 1-2-3 минут көлемінде уже вафлиларыңыз қатып қалатын болады. 2 қасық вафлидің қамырын салып пісіретін боламыз. 1 қасық өте аздау болады екен. 2 қасықпен салып отырамыз. Тез оны орап алуымыз керек. Осылай вафельницамызға құйып, жұмысымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Дәмі өте нәзік болады, күшті қытырлап жақсы пісетін болады. Кішкентай кезімізде жеңгелеріміз пісіріп беретін, сол кезде сүйіп жейтінбіз. Ал енді бүгін міне өзім пісіріп көріп жатырмын. Вафельница 10 балдан 8 балл десем болады, себебі бір келкі піспейді екен. Біз советский вафельницаға үйренгенбіз, сол себептен менің көңілімнен аса шыға қоймады. Мінекей вафли толық шыны вафельница пайда болды менде. 2-3 алдын ала жеп те қойдық. Сонымен жасап көріңіздер. Өте күшті болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.